Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер де менімен бірге қызықты рецепт дайындағыңыз келсе, менімен бірге болыңыздар. Бүгін біз сіздермен тауық етімен жасалынған лапша дайындаймыз. Ең алдымен тауықтың төс етін соломка квадратик қылып турап аламыз. Басқа да говядина етін алсаңыздар болады. Сиырдың етінен дайындағанда да өте дәмді шығады. Тауық етін дайындап болғаннан кейін пиязды турап аламыз. Сельдерей қоссаңыздар болады, зелень қоссаңыздар болады. Светофор перецті тоже квадратик қылып турап аласыздар. Үстіне болгар перецін алдық. Өз қалауыңызша басқа да перчиктерді қоссаңыз болады. Біз екі түсінен алдық. Жасыл және сары түсінен. Көкөністерді турап алғаннан кейін пекин капустасын квадратик қылып соқтап тураймыз. Жай 40 қабатты да қоссаңыздар болады. Көкөністерді турап алғаннан кейін алдын ала қыздырылған табаға ең алдымен тауық етін қуырып аламыз. Табаңыз міндетті түрде өте ыстық болу керек. Майыңызды қыздырғаннан кейін ғана барып етті салсаңыздар абзал. Етімізді қуырған кезде татымына қарай тұз, паприка, қара бұрыш салсаңыздар болады. Қуырып алғаннан кейін ең алдымен бірінші пиязды қосып, екеуін бірге қуырып аламыз. Тауық еті мен лукты қуырып алғаннан кейін сельдерейді қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып қуырып аламыз. Барлығын қуырып алғаннан кейін болгар бұрышын қосамыз. Сонымен қатар мынандай брокколи капустасын қоссаңыздар болады. Барлығын бірге қосып, бірге қуырамыз. Екі минуттан кейін пекин капустасын қоссаңыздар болады. Пекин капустасы жоқ болған жағдайда кәдімгі капустаны қолданып қоссаңыздар болады. Көкөністерді жақсылап қуырып алғаннан кейін соя тұздығын қоссаңыздар болады. Біз мына жерде 2-3 ас қасық қостық. Кішкене азайтсаңыздар да болады, көп қоссаңыздар да болады. Өз таңдауларыңызға қарай. Соя соусымен көкөніс еттерімізді қуырып алғаннан кейін дайын лапшаны бетінен салсаңыздар болады. Бізде жаңа жоғарғы бидай сұрыптарынан дайындалған гранора спагеттиін қостық. Өте дәмді шығады. Құрметті достар, егер де менің каналым ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Ең дәмді және таңдаулы тағамдардың рецептері тек қана менің каналымда. Ас болсын.